Құрметті Сарқан, Ақсу және Алакөл аудандарының орман пайдаланушылары, сіздердің назарларыңызға орман билетін алу бойынша мемлекеттік қызметін көрсету туралы қысқаша мәліметті ұсынамын. Жоңғар Алтау мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында мал жаюға рұқсат етілген жайылымдық жер аумағы 58.000 гектарды құрайды. Жыл сайын ауыл аймақ тұрғындарына және жеке шаруашылық қожалықтарына үй жануарларын жаюға жайылымдық жер тұрақты түрде 40.000 гектарға жуық жер аумағы бөлінеді. Орта есеппен 100 данадан аса орман билеттері рәсімделеді. Құжаттар әр ауданға қарасты Екаша ауылындағы Сарқан филиалы, Қабанбай ауылындағы Алакөл филиалы және Лепсі ауылындағы Лепсі филиалы кеңселерінде тікелей қабылданып рәсімделеді. Орман билетін алу үшін өтініш электрондық лицензиялау базасы арқылы беріледі. Өтінішке жауабы бір жұмыс күні ішінде ұсынылады. Барлық құжаттар қабылданғаннан кейін мүмкіндігіне қарай жайылымдық жер ұдайы бөлініп беріледі. Сондай-ақ мекеме қызметкерлері лицензиялау жүйесі арқылы өтініштерді рәсімдеуге көмек көрсететінін жеткіземіз. Өтініштер мамыр айынан тамыз айы аралығында түседі. Бұл кезде үлкен жүктеме болатынын ескерткім келіп отыр. Осыған байланысты келесі жылдан бастап өтініштеріңізді алдын ала, яғни ақпан айынан бастап тапсыруларыңызды сұраймыз. Бұл артық кезекті болдырмауға және рәсімдеу процесін жылдам әрі ретімен жүргізуге мүмкіндік береді. Орман билетін алу үшін қажетті құжаттар тізімі: орман пайдаланушының және бақташының жеке куәлігі көшірмесі, ауылдық округ әкімшілігінен үй жануарларының тиесілігі туралы анықтама, жануарлардың жағдайы туралы ветеринарлық анықтама, ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру дерек қоры базасынан мал тіркелген туралы тізімі және ЭЦК кілт қажет. Айтылған ақпарат бойынша сұрақтарыңыз болса төмендегі нөмірлерге хабарласуға болады.